Қызыл алаңда бір қылмыскер снайпермен Путиннің миын шашып жіберемін деп көздеп тұрған кезінде кезектен тыс басшылардың қорғаныс саласы жайлы видеоның екінші бөлімін сіздерге ұсынатын боламын. Бүгінгі видеода Рим папасы Путин, Трамп деген әлем державаларының басшыларының қорғанысы жайлы айтатын боламыз. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Италия, Ватикан, Рим папасы. Ол католик дін ұстанушыларының ең жоғарғы лауазымдағы адам еді. Осындай папаларды бас католик шіркеуіндегі шалдардың таусы арқылы анықтайды. Папа болатындардың көбісі жасына жеткен 70-тен асқан қасқа шалдар. Ал қазіргі папа жасы үлкен болса да, жастық күші қайтпағаны ерекше шал, 83 жасар Фрэнсис. Ол папа болған үшін ай сайын 250 мың евро алады. Ал енді біз осы шалдың құпия қызметкерлері жайлы айтайық. Рим папасының қорғау ұйымы 500 жыл тарихқа ие. Ұйымда жұмыс жасайтындар Швейцарияның үздіктері. Бірақ бұл ұйым жастардың жастық шағын жұтатын жаман атқа ие. Себебі папаны қорғайтындардың барлығы тек жастар болуы керек. 18-ден 30 жас аралығы. Әрине, 500 жыл тарихқа ие болғандықтан өзінің дәстүрлі сындарымен және заман талабына сай сыналтулар арқылы таңдалған қандай сәтте не істеу керек екенін білетін профессионалды жігіттер жұмыс жасайды. Бірақ сіздің ойлауыңыз мүмкін, дін жолында адамдарға тек жақсы болыңдар деп насихатпен жол сілтейтін папаны неге осынша қорғайды? Оған кім жауап алады? Оған кім тиіседі деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ білесіз бе, мына әлемде небір адамдар бар ғой, 5 саусақ бірдей емес. 1981 жылы мамыр айында өз заманының бір папасы халықпен кездесіп жатқан кезінде бір қылмыскер аяқ астынан шығып келіп тапаншамен папаны бірнеше рет атып тастаған еді. Халық болса ой байлады, папа болса айғайлады, жандағы қорғаушылар болса бұтына жіберіп қойды. Әйтеу не керек, дер кезінде медициналық көмек келуіне байланысты папаның жаны қалды. Бірақ мынандай жарақатта 25 жасар жігіттің өзі тірі қалуы екі талай еді. Мына шал өте мықты екен. Онымен қоймай, шал өзіне қасақана қылмыс жасаған қылмыскермен кездескен еді. Папа өзінің ақылдарын айтып, жігітті кешірген еді. Оған жаза бермеді. Жігіт алғысын айтып, ас үстіне түсіп жылаған еді. Жігіт және де алғашында сіз кіріп келгенде мен қатты шошып кеттім деп айтқан еді. Мен сіздің көз жұмадыңызға 100% сенімді болған едім. Мен сізді тіпті 3 рет атып тастадым ғой, сіз қалай тірі қалдыңыз деп айтыпты. Сонда папа, ей қарғам, басқа біреу болса өліп қалар ма еді? Мен папамын ғой деп айтады дейді. 1981 жылдан кейін осындай сұмдық оқиға шыққан жоқ. Қазіргі папаға ондай ешқандай оқиға тіркелмеген. Папа қазір аман есен сау өмір сүріп жатыр. Оның арқасы осы саланың жігіттерінің еңбегі. Әлемнің екінші державасының басшысы Владимир Путин. Путин өзінің керемет саясат жүйесімен Ресейде айғайлап тұрған олигарх. Анаманаларды тақырға отырғызып, өзіне көптеген жаулар тапқан еді. Путинге тіс қайрап кек сақтайтындар өте көп. Сондықтан да Путиннің қорғанысы сөзсіз сұмдық. Орыстың нөмір бірінші адамының артында мыңдаған адамдар жанын беріп жұмыс жасайды. Орыстың полициясы, қауіпсіздік комитеті, әскерилерінен де жоғары тұратын бұл саланың қызметкерлері өте мықты. Керек кезінде кімнің де болсын телефондағы байланысты тексере алады. Барлық адам жайлы барлық мәліметті таба алады. 2000 жылы Қызыл алаңда бір қылмыскер снайпермен Путиннің миын шашып жіберемін деп көздеп тұрған кезінде құпия қорғаныс жігіттері кіріп келіп қылмыскерді ұстап алған еді. Бұл оқиға Путинге қатер төнуге таяғаны сәттердің бірі болды. Путин билікке келгеннен кейін талай олигархтың көзіне
көк шыбын үймелеткен еді. Сондықтан Путинге қастық жасайтындар өте көп. Бірақ оның құпия қорғаныс ұйымы өте мықты. Осы ұйымда 50 мыңға жуық қызметкер бар деген бейресми мәлімет бар. Бұл саланың адамдары сомдық дайындықтағы адамдар. Барлық қаруды меңгере біледі. Сен қозғала бергенде сенің шекеңнен тарс еткізіп ұйықтатып тастайды. Велосипедтен бастап ұшаққа дейін жүргізе алады. Қорғаушылардың киімінен бастап қолындағы әр заты себепсіз тұрмайды. Мысалы, қолшатырға қараңызшы, бұл жай ғана қолшатыр емес. Аяқ астынан шабуыл жасаса, бұны шоқпар ретінде қолдана салады. Не болмаса қалқан ретінде. Және жігіттердің ұстап жүрген чемоданы нағыз ерекше құрал. Жігіттердің ұстап жүрген чемоданы әр түрге бөлінеді. Біреуінің чемоданына төтенше жағдайда оқ өтпейтін қалқан қайланып кетсе, енді біреуінен автомат шығып келеді. Ал біреуінен залалсыздандыратын құралдар шығады. Яғни айтқанда, не шығып келуі де мүмкін. Бұл чемодандар аяқ астынан шабуыл жасалса, төтенше кезде небір құралдар қайланады. Бұл нағыз керемет нәрсенің бірі. Және бұл 21 ғасыр болғандықтан әрине интернет қорғанысы бар. Путинге аяқ астынан біреулері интернеттен шабуыл жасаса, алаяқтар басқа бір жоспар ойласа, оны алдын ала біліп, оны залалсыздандырып тастайды. Және қараңызшы, Путиннің жанында қанша жігіт жүргенін. Бұл жігіттер Путинге масаны да жолатпайды. Және Путиннің артында жүрген көлікті көрдіңіз бе? Бұл көліктің қызметі радиоактивті заттардан қорғау және қашықтықтан анықтау. Егер Путинге ракета ұшырылған болса, оның бағытын өзгертіп жібереді. Не болмаса, жарылғыш заттарды алдын ала орнатылып қойған болса, сол заттарды залалсыздандырып тастайды. Көлік демекші, Путиннің көлігі енді сұмдық. Сұмдықтың сұмдығы. Қанат Әлжапаров сияқты автоматпен атсаң да көліктің ішінде ештеңе болмайды. Жай ғана сыртынан бір тарс-тарс деген дыбыстар шықпаса. Тіпті дөңгелекке атсаң да дөңгелек ешқашан жарылмайды. Ой, онда мен Путинді көлігімен қосып жарып жіберемін десең, ай, ренжіме. 7,2 тонналық секілдік жарылысқа көлік тым болмағандай тұра береді. Және бұл көліктің шофері қандай жол болса да, мүмкін тары, мүмкін кедір бұтыр, мейлі толған айланба, еш қиналмай сағатына 180 км жылдамдықпен жүре береді. Және көлікте кез келген химиялық сұйықтық, не болмаса газдан сақтайтын жүйе тағы бар. Бір сөзбен айтқанда, мынау біздің түсімізде көретін көлік қой. Егер Путин жерде жүрсе, осындай қорғаныс бар. Ал әуеде Путиннің ұшағы және мен айтқан көліктің ұшақ нұсқасы десе де болады. Ал ұшақтың іші ай. Қазіргі заманның соңғы өнертабыстары мен құпия технологиямен жасалған бұл ұшақ 13.000 километрді бір тоқтамай ұша береді. Және Путиннің ұшағының қасында көптеген әскери өте мықты ұшақтар бір елі қалмай ұшып жүреді. Путинде не көп, жау көп. Оның көзін құртқысы келіп жүргендер өте көп. Соған қарамастан Путинде қазір бәрі доп-дұрыс. Путин аман-сау жүріп жүр. Бұл осы саланың қаншалықты мықты екенін көрсетіп тұр. Авраам Линкольннен бастап, әр заманның 4 президенттің жеке қылмыскер тарапынан өлтірілген сұмдық тарих бар. Және де тағы 4 президентке шабуыл жасалғанымен аман қалған еді. Сондықтан қазір Америка үкіметінің үлкен мән беріп дамытып жатқан саласының бірі осы басшыларды қорғау саласы. Құрама Штатының құпия саласы әлемнің қай бұрышында өз басшыларын сұмдық дәрежедегі қорғаныспен қорғайды. Технология дамысымен әлемнен озып келе жатқан бірден бір мемлекет осы Америка.
Сондықтан олар осы салаға небір құпия, небір сұмдық технологияларды қамтыған. Бұл салада ресми түрде 7000 адам жұмыс жасайды деген. Ресми мәлімет болса да, мен бұл мәліметке сенбей тұрмын. Және бұл салада иттер де жұмыс жасайды. Олар өздерінің ұлы мұрындарымен көптеген нәрсені анықтайды. Бұл саланың адамдары күн сайын отқа түсіп, суға түсіп дайындалады. Бұл саланың адамдары 38.000 және де 74.000 аралығында айлық алады. Және қорғаушылар үнемі өздерімен бірге жарылғыш газдар мен MP5 және де FMP90 деген автоматтарды алып жүреді. Президенттер мен басшыларды тасымалдайтын көліктері әрине өте мықты болып келеді. Мына көліктерде радарлар болады және биологиялық қарудан сақтайтын қорғау жүйесі болады. Радиоактивті заттардан да қорғайды. Және Ақ үйдегі қорғаныс енді өте сұмдық. Ақ үй жайлы мәлімет ресми түрде жоқ. Тек адамдардың шығарған теориялар ғана бар. Негізі осы қорғау жүйесі президенттерге байланыстау деймін. Өйткені, мысалы, Обама мен Трамптың қорғау жүйелерін салыстырып қараңызшы. Обаманың кезінде қорғау жүйесі осындай болған, ал Трамптың кезінде дәл мынандай. Достар, видеоны лайк басамыз, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Дәл қазір барып өз ой пікіріңізді комментарийге қалдырып кетіңіз.